Ол жерде именно қандай тасқа сезімталдық бар, соны анықтайтын өзі жалпы анализ бар. Мысалы, ондай препараттар дәрігердің рецептісіз сатыла береді. Тас тұра бүйректі кішірейтуі мүмкін, біріншіден. Екіншіден, бүйрек жетіспеушілігіне алып келуі мүмкін. Үшіншіден, барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Бүгін сіздермен 10 жыл стажы бар нефролог маманмен сұхбат аламыз. Яғни бүйрек несеп жолының ауруларын талдайтын боламыз. Назым Айдылбековна, сіз алдымен өзіңіз бір таныстыра кетсеңіз. Саламатсыздар ма? Мен атым Жұмагүл Назым Айдылбековна. Қазіргі таңда 7-ші қалалық ауруханасында нефролог дәрігер болып жұмыс жасаймын. Бүгін енді осындай сұхбатқа шақырған екенсіздер. Енді көрермендердің көкейінде жүрген сұрақтардың бәріне жауап береміз деп ойлаймыз. Енді бір сағаттың ішінде бүкіл нефрологияны талқылаймыз деп айта алмаймыз, бірақ енді өзекті мәселелерді қозғауға тырысамыз. Елдің ойында жүрген мәселелерді айтамыз деп ойлаймыз. Алғашқы тақырыбымыз 2001-де кездесетін осы бүйрек тас ауруы және бүйректе құм жиналу, яғни УЗИ-ге түскен болсаңыздар, микролитиоз почек деп әрқайсымызға жазып береді. Соның не екенін талдайтын боламыз. Енді бұл бүйрек аурулары жайлы алғашқы видео болғандықтан, алдымен осы бүйректің анатомиясымен және қызметтерінен бастасақ. Сол жайлы айта кетсеңіз. Жалпы бүйрек жұп орган болып табылады. Забрюшинский пространствода орналасқан, бұршақ тәрізді болып келеді. Жалпы бүйректің 5 функциясы бар. Ол зәрді өңдейді, зәрді айдайды, гормоналдық функциясы бар, реабсорбциялық қасиеті бар, фильтрационный қасиеті бар. Жалпы бүйректің несептің жиналып пайда болып, алғашқы несеп пайда болып, екінші несепке дейін бәрін өзі бүйрек өзі бәрін дайындап, бұл айтқанда зәрді шығарады. Сол себептен негізі бүйректің адам өміріндегі өте маңызы зор орган болып табылады. Бүйрекпен негізі көптеген адамдар шағымданып келуі мүмкін, ауруханаға, жергілікті емханаға келуі мүмкін. Жалпы ауру сезімі болды деп, бүйрегім ауырып жатыр деп келуі мүмкін, бірақ ол бүйрек болмауы да мүмкін. Сол себептен негізі әрине нефролог дәрігеріне келетін кезде бүкіл анықтама қағаздарын, бұрын соңды өткен УЗИ, ультрадыбыстық зерттеулердің қорытындысын, осы күнге дейін өткен зәр, қан анализдерінің, биохимиялық анализдердің бәрінің мағлұматтарын алып келу керек. Рахмет. Осы бүйректе тас және құм пайда болуының себептері қандай? Неден пайда болады? Енді тас пен құмның пайда болуының себептері әртүрлі. Ол суға да байланысты, жалпы. Ішіп жатқан тамақтарға да байланысты. Егер ащы, тұзды тамақтар көп қолданатын болса. Екіншіден, организмде бүйректе тас болатын болса, өт қабында да тас болуы мүмкін. Мочекаменный болезнь дейді, организма деген болуы мүмкін. Одан кейін ата-аналарында тас болатын болса, тұқым қуалауы мүмкін. Әртүрлі инфекцияның салдарынан болуы мүмкін, вирусты бактериалды инфекцияның салдарынан болуы мүмкін. Осы аурулардың себебінен пайда болуы мүмкін. Яғни бұл жастарда да жиі кездеседі. Ол жасты, жынысты және де егде жасты таңдамайды. Егер ол жердегі құм жиналып, құм мысалы тасқа айналуы мүмкін, тұздар да тасқа айналуы мүмкін. Тастың да өзі әртүрлі болады. Тұздан жасалған тастар болуы мүмкін, холестеринді майлардан жасалған тастар болуы мүмкін. Әртүрлі тастардың себебінен пайда болуы мүмкін. Сол себептен біздер егерде тас болатын болса, ол егер тас несеп ағарда тұрып қалатын болса, өте қатты ауру сезім болады. Және де науқастар айтады, менің кіші дәретке барған кезде дәретім түсі қызыл болды, қан болды деп айтуы мүмкін. Немесе ол жағымсыз иіс шықты деп айтуы мүмкін да. Егер оттогы бұзылатын болса, сол жерде застойный моча дейміз ғой, енді оттогы бұзылғандықтан. Сол себептен
ауру сезіммен жүреді, температурамен жүреді, жалпы зәр анализінде қабыну процесімен жүреді. Сондай өзінің клиникасы бар. Былай айтқанда біз енді оның ауру сезімді науқастар айтқан кезде айтады, толғақ тәрізді ауру сезім болып жатыр деп айтады. Сол себептен онда біз жаңағыдай уролог маманына жібереміз, компьютерлік томографияға жібереміз, рентгенге жібереміз, УЗИ-ға жібереміз, анализдерді аламыз. Тастың өзі бөлінуі мүмкін, позитивный, негативный тас болуы мүмкін. Даже иногда кейбір жағдайларда, мысалы, компьютер өткен кезде тасты байқалмауы мүмкін. Өйткені жаңа снимоктың өзі негативный тас болатын болса, оны байқамаймыз. Обязательно біз жаңағы барийді енгізіп, көктамырға енгізіп, барий ерітіндісін енгізіп, рентген жасаймыз. Рентгеннің өзі обзорный рентгенография дейді. Сол кезде біз жаңа 15 минутта, 30 минутта, 60 минутта жаңағы барий ерітіндісін енгізіп, сол кезде көреміз жаңағы барий ерітіндісі қай жерге дейін барады, бүйректің қай бөлшегіне дейін барады, несепағардың қай бөлшегіне дейін барады. Сонда біз көреміз, сол жерде егер тас болатын болса, жаңағы барий ерітіндісі ары қарай жүрмейді. Мочекаемый болезнь деген диагнозды қойып, ары қарай керек маманға береміз. Негізі жалпы бұл тас ауруын емдейтін жалпы уролог мамандары. Яғни тас тұрып қалса, урологтар операциялық жолмен алады. Бұл енді оларда екі түрмен емдейді. Консервативный емдеуі мүмкін. Ұсақ тастар болатын болса, егер дробление жасайды, қазіргі таңда лазермен үгіттейді, мысалды, үгітіп тасты шығару мақсатында. Өздері әртүрлі операциялардың жолы бар. Науқастармен келіп, мысалы, сөйлесіп, түсіндіріп, айтып, ары қарай не жасау керек бәрін айтып, сол мысалы тастың ары қарай жиналмас үшін профилактикасын айту керек, мысалы, айтып, өздері бәрін науқастарға түсіндіреді. Осы тас пен құм бар екен қалай анықтайды, және нефролитиаз және уролитиаз дегеніміз не? Жалпы тас құм бар екен анықтау үшін енді приступ кезінде емес, жай адамдарда. Жалпы енді былай айтқанда бізде енді скрининг жасаймыз ғой, былай айтқанда чекап дейді да енді. Чекап жасайды, чекап жасаған кезде мысалы жаңағы солевой диатез деп айтып атады УЗИ-да, мысалы, ол жаңағы тұздардың жиналуы. Мысалы, сол тұздар тұрып бәрі бір моментте шығатын болса, ол да мысалы қатты ауру сезіммен шығуы мүмкін да. Ол жаңағы жүріп өткен жердің бәрінде, мысалға былай мочасы кіші дәреті қан болуы мүмкін, жалпы зәр анализінде эритроциттерді көруіміз мүмкін. Сол кезде ол жаңағы жүріп өткен жерлерінен қан пайда болуы мүмкін ше. Ал егер де солевой диатез болса, әрине оны емдеуге болады. Біз научный центр Жарбосыновқа жіберіп, ол жерде именно қандай тасқа сезімталдық бар, соны анықтайтын өзі жалпы анализ бар. Сол анализді анықтап, сол тасқа байланысты, сол құмға, сол жердегі жиналған тұзға байланысты ем қолдануға болады. Қандай дәріні қолданса эффект болады, соған байланысты анализге жіберуге болады. Керемет. Осы халық УЗИ-ге түскен кезде барлығына дерлік микролитиаз почек деп жазып береді. Осы микролитиаз дегеніміз не, және бұл қауіпті ма? Микролитиаз деген жаңа тұздардың, құмдардың шөгіндісі ғой, енді былай айтқанда. Жалпы енді бұны қауіпті, аса адамның өміріне қауіпті деп айта алмаймын. Бірақ енді әрине егер ондай диагноз қоятын болса, маманға бару керек. Ол өздігінен үйде отырып, ой мен құмдарым кетіп қалады, болмаса тұздар өзінен өзі шығып кетеді деген мүмкін шықпауы да мүмкін да. Сол себептен егер ондай диагноз қоятын болса, әрине маман өзінің маманына келіп, қаралып, уақытында қаралып, жалпы негізі дер кезінде емделген дұрыс та. Жалпы дәрігерлерге дер кезінде келіп көрінетін болса, асқынулар аз болады. А егер де уақытынан өткізіп келетін болса, әрине ол жерде уже асқынулар көп болғандықтан емде қиындау болуы мүмкін, қиындық туғызуы мүмкін. Сол себепте жоқ дегенде, мысалы, жылына 1 рет, жоқ дегенде, кем дегенде жылына 1 рет чекап өтіп тұру керек қой. Қан анализі, зәр анализі, ультрадыбыстық зерттеу бүйректің және биохимиялық анализ. Рахмет, түсінікті. Және де көптеген адамдар омыртқаның ауруымен шатастырады. Егер де белінде остеохондроз, грыжа, протрузиясы бар болса, көпшілігі почкам деп ойлайды. Осы бүйрек ауруы мен омыртқаны ауырғанда қандай ерекшеліктері бар, ауру сезім сипаты қандай болады? Жалпы бұл сұрағыңыз өте орынды қойылған сұрақ. Жалпы бізге де консультацияға көптеген науқастар келеді.
белім ауырып жатыр, отыра алмаймын, отырсам тұра алмаймын, жатсам жайсыздық сезім болады, ыдыс жуып жаңа үйдің жұмысын істеп жатқанда белім талып қалады, жансызданып тұрады деген сұрақтармен бізге де көптеген науқастар келеді консультацияға. Жалпы айтар едім, негізі бүйректе жалпы нерв талшықтары болмайды. Сол себептен ол жанға батып ауру сезім болмайды бүйректе. Жалпы бұл жансызданып қалды, үйіп қалды, талып қалды, ауырып қалды дегеннің көбісі бел омыртқамен байланысты болуы мүмкін. Сол себептен біз ондай науқастар келген кезде барлық анализдерін бәрін қарап, науқастарға бәрін түсіндіріп айтып, біз невропатолог маманына жібереміз. Және де біз айтамыз, сіз жылына кем дегенде, егер осындай клиникалар, осындай шағымдар болатын болса, сіз жылына кем дегенде 1 рет бел аймағының МРТ-сын өту керек, магнитно резонанс томография өтуіңіз керек деп айтамыз. Себебі ол жерде біріншіден жаңағы омыртқадан жылын өтеді, нерв талшықтары көптеген өтеді. Сол себептен егер сол жерде қандай да бір проблема болатын болса, остеохондроз, грыжа, протрузия болатын болса, олар ауру сезім береді. Ауру сезім береді, және де жаңағыдай клиника береді. Сол себептен біздер айтамыз, сіздер обязательно невропатологқа бару керек деп біз өзіміздің кеңесімізді жазып береміз. Бел ауырғанның бәрі бүйрек емес. Жақсы, рахмет. Бұның қандай емдеу жолдары бар? Тас пен құмда. Енді тас, несеп, ағар жолдары. Операцияға дейінгі емдеу жолдары. Операция енді бұл жерде любой жаңағы емнің екі түрі бар ғой. Енді консервативный емі бар, және де оперативный емі бар. Енді консервативный ем болатын болса, жаңағыдай қан анализін, зәр анализін, биохимиядан, креатин, мочевина, нариоз, ахуз дейміз ғой, енді общий белок, холестерин, мочевая кислота деген анализдерді аламыз, қараймыз біріншіден. Екіншіден, егер де жаңағы зәр анализінде бактерия, слиз, жаңағыдай көптеген болып жатса, онда біз міндетті түрде зәр анализін бакпасев мочи дейді ғой, енді себіндіге сеуіп біз көру керек, біз бұл жерде бактерия бар ма жоқ па. Если ол жерде қабынған бактерия болатын болса, өзінің титрі болады бактерияның, 10-5 титрі, 10-5-ке дейін шартты патогенді микрофлора организмге қауіпті болып саналмайды. Егер де титрі 10-5-тен жоғары болатын болса, ол организмге қауіпті болып саналады. Сол кезде біз қай антибиотикке сезімдалдық бар, сол кезде біз сол антибиотикті қолданамыз. Біріншіден. Екіншіден, көп мөлшерде су іш деп айтамыз науқастарға. Көп мөлшерде таза су ішу керек деп айтамыз. Ол судың өзі салмағына байланысты. Егер салмағына байланысты есептеп айтамыз. Үшіншіден, ащысы, қуырылған, тұзы көп тамақтарды шекте деп айтамыз. Газированный суларды шектеу керек деп айтамыз. Алкоголь, соларды да тоже мөлшерден тыс болмайды деп айтамыз. Уросептик дейміз ғой, енді егер тас, құм болатын болса, міндетті түрде уросептиктерді тағайындаймыз. Уросептиктерді тағайындап, одан кейін 2 аптадан кейін лечение, ем қабылдап болғасын 1 ай болмаса 2 аптадан кейін анализдерін бәрін қайталап, қайтадан кеңес алуға келіңіз деп айтамыз. Жақсы, рахмет. Сосын шөп дәрілер туралы не айтасыз? Почечный чай деп атады, бүйрек шайлары бар. Және соның ішінде халықтың арасында кең тараған жантақ шөбі деген бар. Солар жайлы не айтасыз? Бұның қалай әсер етеді, пайдасы бар ма, жоқ па? Жалпы енді қазір көп адамдар, интернет бар, аптекалар бар, енді өздері барып оқып, көріп ала береді ғой. Енді мысалы ондай препараттар дәрігердің рецептісіз сатыла береді. Жалпы енді ол бет алды бастап бәр нәрсе шөппен емделеді екен деп олай болмайды негізі. Егер бүйрек жақтан ешқандай проблема болмаса, науқастарда бүйрек жетіспеушілік ауру болмайтын болса, онда шөптерді қолдануға болады. Егер де бүйректе сондай бүйрек жетіспеушілік ауру болатын болса, онда біз шөптерді, әртүрлі БАДы, себебі белгісіз сулар қолдан жасалғанда, ондайларға біз тыйым саламыз.
өйткені олардың өзі бүйрекке токсикалық әсер етуі мүмкін. Рахмет, түсінікті болды деп ойлаймын. Бұл жаңа тасты алатын операцияны зәр жүрмей қалған кездегіден алдын ала жасатып алғанның қандай артықшылықтары бар? Жалпы екі түрі бар. Жалпы егер де тас үлкен болып алуға қиындық туындайтын болса, онда урологтар ол тасты тиіспеуі де мүмкін. Егер ол майда тастары болып, несеп ағарға тұрып қалып ауру сезім болатын болса, онда былай айтқанда енді пожизненным показанием дейді ғой, адамның өміріне ол тас қауіп төндіріп тұрса, әрине ол тасты алу керек. Оны енді өздігінен ешқандай ауру сезімі болмайды, енді былайша айтқанда обострение дейді ғой, енді қабыну сезімі болмайтын болса, ол тас егер де ол тастың салдарынан бүйрек кішіреймейтін болса, тас тұра бүйректі кішірейтуі мүмкін, біріншіден. Екіншіден, бүйрек жетіспеушілігіне алып келуі мүмкін. Үшіншіден, ол тас тұра беретін болса, сол жерде қабыну процесі болуы мүмкін. Науқастарда созылмалы пиелонефриттің қайталана беруі мүмкін. Температура, ауру сезімі, кіші дәретке барған кезде толық шықпауы, ашу, сондай сезімдер, кіші дәретке барғанда жаңағыдай ашып тұрады ғой, сондай сезімдер болуы мүмкін. Онда дәрігерге оның бәрін айту керек. Уролог дәрігер болмаса нефролог дәрігерге келсе, мысалы ол кейбір пациенттер ойлайды, негізі таспен, кистомен нефролог айналысады екен деп приемға келуі мүмкін, қабылдауға. Сол кезде біз бәрін түсіндіріп айтып, уролог маманына жібереміз. Енді оны ары қарай қандай жолмен жасайды, қандай операция болады, объемный операция бола ма, болмаса лазермен бола ма, дробить ете ма, үгіттеп ала ма, оны ары қарай өзі маман шешеді. Жақсы, рахмет. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Келесі жолы осы тас пен құм жайлы уролог маманнан да сұхбат алатын боламыз. Ал егер сіздер осы Назым Әділбековнадан кеңес алғыларыңыз келсе, басқа қалада тұрсаңыздар да проблема емес. Себебі бұл кісі онлайн консультация қабылдайды. Егер де онлайн консультацияға жазылғыларыңыз келсе, осы номерге хабарласыңыздар.